Сәлеметсіздер ме, менің кішкентай бүлдіршіндерім. Мен сіздерге бүгін жақсылық пен жамандық атты халық ертегісін айтып берейін. Бұрынғы өткен заманда жақсылық пен жамандық атты екі кісі болыпты. Бір күні жамандық жаяу жүріп келе жатса, артынан бір атты кісі жетті. Екеуі жөн сұрасып, қайда бара жатқанын білісіпті. Ол келген жақсылық екен. Сонда жамандық тұрып, жақсылық, сен мені артыңа мінгестіре кетші, депті. Жақсылық, олай болса, сен қазір мына атқа мін де, біраз жер жүріп барып түсіп, атыңды байлата, өзің жаяу кете бер. Содан соң мен жетіп, атпен біраз жер жүріп, саған тағы барып кетемін. Сөйтіп баратын жерімізге кезек мінсіп жетейік, депті. Екеуміз мінгесек, атымызға қиын соғар, депті. Содан соң жамандық атқа мініп алып, сол кеткеннен жақсылықты есіне алмастан кете беріпті. Жақсылық шаршап, арып ашып, кешке жақын бір күркеге келеді. Ішіне кірсе, жан жоқ. Бірақ ортада бір үлкен қазан асыл отыр екен. Айдалада қайнап тұрған неғылған тамақ, дәм татайын деп, бір саусағының ұшын батырып, дәм татады да күрке төбесіне шығып жатады. Бір уақытта қасқыр, түлкі, арыстан үшеуі келіп күркеге кіріпті. Түлкі тамақты көре сала, ойбай, мына тамақты біреу жепті, деп байбалам салады. Қасқыр мен арыстан екеуі, кім жеуші еді, адам келетін жер ме? Бұл жерде келген соң түлкі сөзді доғарып, үшеуі отырып тамақ ішіп әңгіме кіріседі. Арыстан, қасқыр, түлкі үшеуі көрген білгендерін айтысады. Арыстан мен қасқыр түлкіге: түлкі, сен не көрдің, не естіп, не білдің, дейді. Сонда түлкі көрді: мен бір жерден бір алтын көрдім. Пәлен деген байдың қыстауының қасындағы жаман қыстаудың ортасында бір сүйем жердің астында жатқан бір құмыра алтынды күнде қарауылдап қарап келемін, дейді. Сонда қасқыр тұрып: мен күнде пәлен деген байдың қойының арасында үлкен ала тоқтыны қарауылдап келемін. Себебі ол байдың ауырып жатқан бойжеткен қызы бар. Қандай ем қылса да жазылмайды, және оның ешкім емін таба білмейді. Бірақ мен білемін, ол қызды жазатын ала тоқты. Ала тоқтыны сойып, өкпесін жегізсе жазылады. Тағы да ол бай жар салған: кім осы қызымды емдеп жатса, соған осы қызымды беремін, деп. Бірақ оның емін әлі ешкім тауып айтқан жоқ, тауып айта алмайды да. Өз кезегі келген кезде арыстан тұр: мен де түнде барып, түген байдың жылқысының біреуін жеп келіп жүрмін. Ол бай мені еш уақытта ұстай алмайды, және мен оның ешбір жылқысы қуып жете алмайды. Жететін бірақ тай бар. Ол тай пәлен тоғайдағы жылқының ішінде. Сол тайдан басқасын мен қуып кетемін, және ол байдың жар салғаны бар. Кім менің жылқымды жеп жүрген арыстанды ұстап берсе, соған бір үйір жылқымды беремін, деп. Олар әңгімелерін аяқтап ұйықтап қалады да, таңнан тұрып бет-бетімен кетеді. Жақсылық олардың барлық әңгімелерін естіп алып, адам емдеуші болып бай үйіне келеді. Бай оның түріне қарап: осы емші шығар, деп ойлайды. Жоғары шық, дейді. Жақсылық отырып болған соң бай: қызыма бал ашып бер, дейді. Жақсылық мақұл, дейді де қызды қарап: баланы емдетпей босқа қинапсыңдар ғой, әкел ана үлкен ала тоқтыны, мұның ауруы соның өкпесінде, дейді. Бай дереу қойшыларды жіберіп тоқтыны алдыртады. Жақсылық қызға тоқтының өкпесін жегізіп бер, дейді. Жазылған соң қызды өзі алады. Жақсылық бағанағы жаман қыстауға келеді. Қыстаудың ортасын бір сүйемдей қазса, бір құмыра алтын табады. Содан кейін арыстанды ұстай алмай жүрген байдың үйіне келеді. Мұны білген соң Жақсылық байға: мен сол арыстанды ұстап берсем, сен маған не бересің, дейді. Бай: егер ұстап берсең, саған бір үйір жылқы беремін, дейді. Жақсылық жарайды, деп тоғайдағы жылқылардың ішінен алатайды ұстап алып, арыстанды күтіп тұрады. Арыстан келіп жылқыны алып қаша бергенде, Жақсылық әлгі алатаймен қуып жетіп, арыстанды ұрып жығып, байдың бір үйір жылқысын алып келген жолына түседі. Неше ай, неше жылдар өткенде бір күні бұған жамандық кетті. Жақсылық жамандыққа қараса, үсті басында түгі жоқ, қайыршы бұғана секілді. Ол Жақсылықты көріп: жақсылық жан, мен саған жамандық жасадым, мұндай күйге ұшырадым. Енді сен мені адам қылып,
Сен бұл мал-мүліктерді қай жақтан таптың дейді. Сонда жақсылық: не де болса адамзатсың ғой, сен жамандық істегенмен мен саған жақсылық істейін деп өзінің басынан кешкен оқиғасын айтты. Содан соң тұрып: пәлен төбеде бір үй бар, сен қазір соған жет. Оның ішінде асулы бір қазан ет бар, бірақ оның ішіндегі еттен тек бір саусағыңды батырып дәмін көр де үйдің төбесіне шығып жат. Сонда түлкі, қасқыр, арыстан келеді. Сен олардың әңгімесін тыңдай бер. Олар кеткеннен кейін естіген сөздеріңді істесең, сен осындай боласың дейді. Жамандық жарайды дейді де баяғы күркеге барып кіреді. Жақсылық айтқандай қазан толы ет асулы тұр екен. Қызығып кетіп шыдай алмай: мені бір жілігін жейінші деп еттен жеп, сорпасынан да 5-6 рет ұрттап алыпты. Сөйтіпті де үйдің төбесіне шығып жатыпты. Бір уақытта түлкі, арыстан, қасқыр үшеуі күркеге кіреді. Түлкі тамақты көре салып: ойбай, мына еттің тоқпан жілігі жоқ, омыртқасы жоқ, сорпасы жоқ, біреу жепті дейді. Оған арыстан мен қасқыр: кім жешеді, бұл жерге адам келуші ме еді дейді. Жоқ, бір бәле бар, мен түс көрейінші деп түлкі жата қалыпты да аздан соң қайта тұрып: осы күрке үстіне шығайықшы, сонда бір пәле бар деп қоймайды. Бұл сөзін қасқыр мен арыстан да мақұл көріп, түлкі төбеге шықса, жамандық жатыр екен. Үшеуі жамандықты бас салып жеп қойыпты. Сөйтіп жақсылығынан өмір сүріп, мұрат мақсатына жетіпті. Жамандық жамандығынан ит құсқа жем болды.